депутаттық сауал Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бектенов Олжас Абайұлына. ЖСДП депутаттарының қаңтар айының басында өңірлерге жасаған сапары барысында пәтерлерінен кепілден шығарып құжатын рәсімдей алмай жүрген бір топ тұрғын бізді іздеп келіп арыз шағымдарын айтты. Даудың басы 2016 жылы басталған. 2012 жылы Алматы қаласының орталығында Алтынбұлақ 1, Алтынбұлақ 2, Жағалау және Кәусар деп аталатын тұрғын үй кешендері бой көтерген. Құрылысты жүргізген Қуат корпорациясы банкрот деп танылған соң, 2016 жылы аталмыш үй Global Building Contract компаниясының құзырына өткен. Осылайша мұндағы пәтерлер болашақта сатып алу құқығымен жалға алу бағдарламасы негізінде үлескерлерге берілген. Бірақ көп ұзамай бұл компанияда банктер алдында қыруар қарызы бар деп танылып, тұрғын үй кешені Өндіріс Билдинг деген компанияның иелігіне өткен. Екі компанияның арасындағы алыс-беріс кезіндегі 70 миллиард теңгеге жуық қаражатқа байланысты арада дау туындайды. Салдарынан бүгінгі таңда қарапайым тұрғындар жапа шегіп отыр. Екі түйе сүйкенсе, арасында шыбын өледі демекші, компаниялар арасындағы бітпейтін алыс-беріс пен кергелістің кесірінен бүгінгі күні ұзын саны 1200-ден астам тұрғын әуре-сарсаңға түсіп, әбден шаршаған. Осыған байланысты ұсыныстар мен тілектер Алматыда жоғарыда аталған 4 бірдей тұрғын үй бойынша алдын ала сатып алу, сату шарттарының негізінде пәтер құнын 100% төлеген жалға алушылардың пәтерлерін бір мезгілде кепілден босатудың механизмін құрау. Екінші, қазіргі уақытта сатып алу құқығымен жалға беру бағдарламасы бойынша төлем жүргізіп отқан жалға алушы үшін пәтерді сатып алу міндеттемелері толық орындалғаннан кейін меншік құқығын алуға кепілдік беретін мәміле тетіктерін енгізу. Кепіл сақталған күйде мүлікті ішінәрі иелену, иеліктен шығаруды қамтамасыз етілуін талап етеміз. Құрметпен жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының фракциясы депутаттары атынан. Рахмет.